Ассалаумағалейкум, байланыста Муслим Муса. Бүгінгі сабақта қалай Pinduoduo'да заказ береміз, соны сіздерге үйрететін боламын. Ол үшін Google Play немесе App Store'a кіріп, Pinduoduo приложениесін телефонға жүктеп аламыз. Ол үшін Google Playға кіреміз, поискқа Pinduoduo деп жазамыз. Сосын мінекей мына приложениенің үстінен басамыз, осыны өзімізге жүктейміз. Мен қазір жүктеп жатырмын. Установка жасалынды, открыть батырмасын басамыз. Жасылды басамыз. Сосын мына жасылды баспаймыз, бұл WeChat. Төмендегі осы көк кнопканы басамыз. Байқасаңыздар, мына жерде мемлекеттердің коды жоқ. Бұл проблеманы қалай шешеміз? Ол үшін жай ғана перезагрузка жасаймыз. Приложениеден X басып шығып кетеміз. Сосын қайтадан кіреміз, открыть деп басып. Қазір енді былай жасаймыз. Мына жерде мінекей мына кнопканы көрдіңіздер ғой, оң жақ шетте жоғарыда осыны басамыз. Сосын не істейміз? Оң жақ шетте төменде мінекей мына кнопка бар. Домалақ. Осыны басамыз. Сосын мінекей мынаны басамыз. Мінекей шықты енді. Енді бізге қазір мына жерде мінекей мына кнопканы басып, бізге +7 дегенді тауып алу қажет. Мінекей таптым, осының үстінен басамын. Сосын мына жерге актив нөмір жазамын. Жаздым, енді қызыл батырманы басам. Қазір бізге код келу керек, сол кодты осында жазамын. Телефонға сообщение келді, сол сообщениедегі кодты жазамыз. 791 149. Жаздым мінекей. Егер барлығы сәтті жасалынған болса, жоғарыда мына жерде нөмірлеріңіз шығып тұрады. Қазір енді карточкамызды Pinduoduo'ға тіркейтін боламыз. Өзіміздің төлем жасауға арналған карточкамызды тіркейміз. Ол үшін мінекей мына батырманы басамыз. Мына кошелек қой, кошелектің астына мынандай батырма тұр мінекей. Қара жазумен 4 иероглифтар ма тұр, иә? Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін бізге көптеген выбор шығады мынандай. Бұлардың ешқайсысы бізді қызықтырмайды, бізді ең соңғысы қызықтырады. Мына жерде мінекей камера бар, көрдіңіздер ма? Оң жақ шетте төменде бізде камера сияқты бар мінекей. Осыны басамыз. Басқаннан кейін картамызды сканировать етеміз. Мінекей қазір етіп жатыр. Етті мінекей. Мінекей барлығын тексереміз, дұрыс па, қате ма? Барлығы дұрыс. Енді қызыл батырманы басамын. Бастым. Енді тағы да қызыл батырманы басам. Бірінші жерге аты жөнімізді жазамыз. Одан кейін екіншісіне карта қай уақытқа дейін жарамды, соны жазамыз. Сосын оң жақ шетте мына жерде мінекей мына батырманы басамыз. Көрініп тұр деп ойлаймын сіздерге. Осыны бастық мінекей. Одан кейін төменге картаның артындағы 3 сан болады, соны жазамыз. Жаздым, енді қызыл батырманы басамыз. Сосын мына жерге құпия санды жазамыз. Телефондарыңыздан сообщение күтіп отырмаңыздар. Ол жерге сообщение келмейді. Бұл жерге өздеріңіздің ойларыңыздан құпия санды жазасыздар. Және де екінші рет тағы да жазамыз соны. Болды, жаздым. Мінекей қазір ойланып жатыр. Күтеміз кішкене. Мінекей сіздердің көздеріңізше картадан 0 теңге алды. Күтеміз кішкене. Мына жерде үшінші кнопкаға басамыз. Бастым мінекей. Мінекей біздің картамыз сәтті тіркелді. Өте керемет. Енді бастапқы бетке барамыз. Ол үшін сол жақ шетте жоғарыда стрелканы басамыз. Сосын төменге түсеміз. Бізде мынадай батырма болады, осыны басамыз. Енді плюс батырмасын басамыз. Мына жерге не нәрсені жазамыз? Бұл жерге сенімді карго компаниясының Қытайдағы складының адресін жазамыз. Енді сіздерге мен бұлай қарапайым түсінікті тілде түсіндіріп кетейін. Сіз Pinduoduo'ға кіріп бір товарды заказ бердіңіз. Ол товар сізге бірден Астанаға немесе Алматыға немесе сіздің үйіңізге бірден келмейді ол. Біздер карго компаниясына осы кезде, яғни мұқтаж боламыз. Неге? Себебі Pinduoduo товарды Қытайдың ішінде ғана жібереді, Қытайдың сыртына қарай жібермейді. Енді сізге сенімді карго компаниясын тауып, сол карго компаниямен договорға отыру қажет. Сіз Pinduoduo'ға кіріп товарды заказ берген кезде, Pinduoduo'ның сатушылары сіздің товарыңызды сол карго компанияның складына қарай жібереді. Сосын карго компания Алматыға немесе Астанаға әкеледі. Сізге сосын почтамен салып жібереді. Немесе сіз Алматыдағы складына барып, мысалы карго компанияның сол жерден товарыңызды алып кетсеңіз болады. Енді түсіндіңіз деп ойлаймын. Енді бұл жерге қандай адрес жазамыз? Мен айттым, сенімді карго компанияны табу қажет деп. Мен өзім сенімді карго компаниясымен жұмыс жасаймын.
Солардан мен мынандай өзіме кодты алдым. Мынау бізде адрес, Қытайдағы яғни складтың адресі, мынау телефон нөмір, мынау бізде менің аты жөнім. Яғни мен өзім аты жөнім ол жерде жазылмайды. Яғни Қытай сатушылары осы кодпен неге салып жібереді? Қытайдағы складқа осы кодпен салып жібереді. Алматыға келген кезде мен осы код арқылы өзімнің товарларымды алатын боламын. Енді достар, сіздерге айта кетейін, қалай сенімді карго компаниясын табуға болады, және ол компаниямен қалай договорға отыру қажет, және де мынадай ақпаратты қалай жасауға болады, менде бұған арналған жеке видеосабақ бар. Ол видеосабаққа доступ алу үшін менің muslimmusa.school деген инста парақшама жазып кетіңіздер. Әрине ол видеосабақ ақылы мен сіздерге оны арзан бағаға ұсынатын боламын. Достар, просто көп жерде қазіргі таңда Инстаграмда, WhatsAppта толып кетті. Барлығы договорды сатып жатыр. Яғни Pinduoduo'дан заказ беру үшін сен логистический компаниямен договорға отыруың керексің. 12 мың теңге, 10 мың теңге, 20 мың теңге деп. Мен ондай бағаға сіздерге ұсынбаймын. Өзімнің YouTube подписчиктарым үшін өте арзан бағаға ұсынамын. Тек мен сіздерге готовый видеосабақты беретін боламын. Сіз ол видеосабақты басқаларға сатсаңыз да, өзіңіз білесіз, немесе өзіңіз қолданып, осындай менікіндей код жасап алсаңыз болады. Енді қараңыз, сенімді карго компанияны тапқаннан кейін, және де сол компаниямен договорға отырғаннан кейін, бізге ол компания мынадай код береді. Осы кодты мына жаққа енгіземіз. Енді оны қалай енгіземіз? Біріншісін копировать етіп аламыз, мына жерге вставить етеміз. Екіншісін копировать етіп аламыз, оны мына жерге вставить етеміз. Сосын үшіншісін копировать етіп аламыз, оны мына жерге вставить етеміз. Енді қараңыз, ең маңызды жері, мына жердің үстінен басамыз да, бізде мына 3 иероглифті көріп тұрсыздар ғой, осыған сәйкесін біз тауып алуымыз қажет. Мына жерден іздейміз, қазір асықпай іздейміз. Мінекей таптым, мынаны басам. Одан кейін мына екіншісін табуым қажет. Мінекей таптым. Енді үшіншісін табуым қажет. Так, үшіншісі мынау бізде, шатаспасам, болды. Енді мына жерден соны өшіріп тастаймын. Болды. Мінекей дайын бізде. Қазір енді мына қызыл батырманы басамыз. Енді біз қашан Pinduoduo'ға кіріп, товарды заказ берсек, Қытайдағы мына складқа барып товар келеді. Ол жерден сортировка жасалынып, Алматыға немесе Астанаға товар салынып жіберіледі. Сосын сіз уже Алматыдағы, Астанадағы складқа барып, сол жақтан товарды алып кетсеңіз болады. Болды, мінекей осындай ғана қарапайым. Достар, енді қазір Pinduoduo приложениесінде заказ жасайтын боламын. Ол үшін Pinduoduo'ға кіреміз, бастапқы бетке өтеміз. Бастапқы бетке өту үшін мына жерде үйдің суретін басамыз. Осыны басқаннан кейін мына жерден өзімізге ыңғайлы товарды таңдаймыз. Мысалы, мынау самар қанша тұрады? Осы самарды басайын, үстінен төменге түсемін. Самардың бағасы 1,188 юань дейді. Бұл өте арзан баға, негізі бұл шын баға емес. Бұл жалпы маркетинг десем де болады, яғни адамды қызықтыру мақсатында, жалпы клиентті, адамдарды тарту мақсатында осылай жазылған. Бұның реальный бағасы қанша теңге? Оны білу үшін осының үстінен басамыз. Оң жақ шетте төменде қызыл кнопканы басамыз. Сосын бізге неше штук самар қажет, соны таңдаймыз. Бізге біреу қажет па, немесе екеу ма, или үшеу ма? Мысалы, маған біреу қажет. Сосын бұның түсі қандай болу керек? Мына жерде біріншісі мінекей розовый деп тұр, екіншісі көк деп тұр. Давай көгін алайық, немесе розовый алай берейік, розовыйды, иә. Енді бізге мына жасыл птичка тұр ғой, осының үстінен басу қажет. Бұл бізде негізі дұрыс жасалынбаған мына жерінде. Осының үстінен басамыз. Сосын мына стрелка тұр ғой, осыны басамыз. Сосын мінекей мына птичканы алып тастап, мына екіншісіне қоямыз, мінекей мына жүрекшеге. Осы жүрекшеге қоямыз. Болды, енді 6,5-тің үстінен басамыз. Кішкене күтеміз. Енді мына жердегі мына қызыл кнопканы басамыз. Көрдіңіздер ме? Реальный баға бізде 6,169 юань екен. Бұл шамамен 400-500 теңге. Ал 1,188 юань ол шамамен 120 теңге ма, сондай. Мінекей кез келген товардың нақты бағасын осылай біле аласыздар. Енді мына жерде қызыл кнопканы басамыз сатып алу үшін. Сосын мына жерге өзіміздің картамыздың артындағы 3 санды жазамыз. Жаздым, болды. Енді мінекей мына жерде қызыл кнопканы басамын. Енді күтемін. Отпечатка жаса деп жатыр маған. Телефоннан жасадым отпечатканы. Енді күтеміз не болады екен. Мінекей көрдіңіздер, сіздердің көздеріңізше Pinduoduo приложениесінде мен товарды заказ еттім. Енді бұл товар Қытайдағы жаңағы карго компаниясының складының адресіне барады. Сол жақтан сортировка жасалынып Алматыға жіберіледі. Мен Алматыға барып складтан осы товарды алып кететін боламын. Достар, бүгінгі видео ұнады деген ойдамын.
егер қаласаңыздар осының барлығын отчет ретінде айтайын, яғни осы самар, осы товар маған қанша уақыттан келді, соны видео ретінде шығарайын, егер сіздер қаласаңыздар. Достар, айта кететінім, тағы да қандай видео сабақтарды шығарайын, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Муслим Муса. Келесі видео сабақта көріскенше.